Herkese merhabalar. Bugün biz Türkçedегі hangi және nasıl сөздерінің айырмашылықтарын өтеміз және жыл мезгілдерін қарастыратын боламыз. Сабақ мына бір тақырыптан бастайтын боламыз. Тақырыптың аты мен студентпін, мен бір оқушымын деген текст. Осыдан бастайық. 5-7 жаттығу. Ben bir öğrenciyim. Ben her sabah saat 7'de kalkıyorum. Saat 7'de turamın deydi. Önce elimi, kolumda ve және yüzümü, betimde yıkıyorum. Жуамын. Sonra kahvaltımı yapıyorum. Sodan keyin tаңғы асымды ішемін. Saat 7:30'da, bucuk degenimiz neydi? 7:30, 7:30'da deseniz de болады. Bucuk, yani half ағылшыншада. 7:30'da da okula gidiyorum. Ben öğle yemeğimi okulda yiyorum. Öğle degenimiz түскі ас. Түскі yemek degenimiz as. Öğle yemeğimi, түскі asımda okulda yiyorum. Yemek, жеу, mektepte жеймін. Öğle teneffüsünde çay içiyorum ve dinleniyorum. Yani teneffüs degen демалатын уақыт, перерыв, перемена дейтін. Çay içiyorum, çay içеді және dinleniyorum деген демаламын. Çünkü sebebi öğleden sonra yine tағы da ders var. Sabah бар екен. Ben saat 15'te yani 3'te eve geliyorum. Үйге келемін. Evde 1 saat uyuyorum. 1 saat ұйықтаймын, uyumak. Sodan keyin derslerimi tekrarlıyorum ve dışarı çıkıyorum. Tekrarlamak, қайталаймын. Ve dışarı çıkıyorum. Тысқа шығамын. Dışarı. Сыртқа шығамын. Dışarıda, sırtta, dalada arkadaşlarımla futbol oynuyorum. Futbol oynaydım. Ben cumartesi ve pazar günleri okula gitmiyorum. Суббота және воскресенье. Cumartesi, cumanın ертесі. Pazar. Pazar günü yani demals. Evde kitap okuyorum. Ders çalışıyorum ve televizyon seyrediyorum. Осындай текст. Сұрақ қойған кезде бізде көп кездесетін енді hangi және nasıl сөздерін нені білдіреді деген. Жалпы hangi, nasıl дегеніміз екеуі де қандай, қалай деген сұрақтарды көрсетеді. Негізі жалпы қандай. Hangi деген сөз жалпы заттың таңдаған кезде. Hangi araba büyük. Таңдау салыстыру кезінде hangi'ні қолданады екенбіз. Hangi araba büyük. Қайсы, қандай машина, көлік, қайсы көлік үлкен, büyük. Kırmızı araba büyük. Қызыл машина үлкен. Hangi kitap ilginç? İlginç деген интересный, қызық деген сөз. Қызық, ilginç. Рекордлар кітабы ilginç. Рекордтар кітабы, яғни рекордтар жалпы арнайы рекордтар, яғни қайталанбас. Рекорд білесіз. Рекорд. Сол кітап қызық дейді. Nasıl деген сөз қай кезде қолданады? Nasıl дегеніміз заттың сапасын білдірген кезде, яғни сапасын. Nasıl ev? Қандай үй? Қалай үй? Қандай үй? Büyük ev, яғни оның сапасы өте үлкен, жылы, ыңғайлы деген сияқты. O nasıl Rusça konuşuyor? Қалай сөйлейді деген, иә? Орысшасы қандай? Орысша қалай сөйлейді ол? Сапалы ма, сапасыз ба? O iyi Rusça konuşuyor. İyi, kötü. İyi, жақсы сөйлейді. Енді келесі ауа райы неді? Времена года қалай еді?
Жыл мезгілдері. Hangi mevsimdeyiz? Hangi mevsimdeyiz? Қандай мезгілдеміз? Біз қандай мезгілдеміз? İlkbahar. İlkbahar дегеніміз көктем. Yaz дегеніміз жаз. Sonbahar дегеніміз күз. Kış дегеніміз қыс. Мұнда айлардың аттары берілген. Март, наурыз, Nisan, сәуір, Mayıs, мамыр. Yaz дегеніміз Haziran, маусым, Temmuz деген шілде, Ağustos деген тамыз. Осы жерде қатты қателесуші едім баяғыда. Ağustos деген август. Бізде де орысша қатты қолданғандықтан август. Тамыз, бізде тамыз, августтың аудармасы тамыз ғой. Сосын кішкене шатастырушы едім. Haziran дегеніміз бұл маусым, Temmuz дегеніміз шілде, Ağustos дегеніміз тамыз. Sonbahar күз, Eylül деген қыркүйек, Eylül. Ekim қыркүйек, қазан, Kasım, қараша. Kış дегеніміз қыс, аралық дегеніміз желтоқсан, аралық. Ocak, қаңтар, Şubat, ақпан. Нені оқып көрейік мына диалогта. Merhaba Ali, Selam Ali. Merhaba Ayşe. Bir yılda kaç mevsim var? Bir yılda қанша mezgili var? 4 mevsim var. 4 mezgil var. Sonbahar mevsiminde hangi aylar var? Sonbahar күз ayında қандай aylar var? Eylül, Ekim, Kasım ayları var. Şimdi hangi aydayız? Eylül ayındayız. Eylül biz ayındayız. Yani bunu biz keyin ötemiz. 58-ci жаттығу. Hangi mevsimdeyiz? Sonbahar mevsimdeyiz. Biz şimdi hangi aydayız? Eylül ayındayız. Kırkıyekte. Eylül kaçıncı ay? Kaçıncı ay? 9. ay. 9. Neşerde 9? 9. Жалау. Kasım ayı hangi mevsimdedir? Sonbahar mevsimindedir. Dır дегендер сабақ бар еді ғой, иә? Яғни бұл нақты нені білдіреді? Расында деген сөзді білдіреді. Hangi ayı, Kasım ayı hangi mevsimdedir? Яғни нақты, расында қандай айда? Kasım. Қараша еді ғой, иә? Sonbahar күз айында. Расында күз айында дейді. Сондай не дейді? Утвердительный. Сондай подтверждающий. Güzeldir деп айтушы еді ғой. Mevsimdedir. Бұл бір масадыр. Осы дір соны білдіреді. Kaçıncı мынау? Ыншы деген бізде де бар. Қаншасыншы, 15-ші, 16-шы, ынжы дегендерді, үнжі дегендерді біз білеміз алдыңғы буынның несіне қарай. Дауысты дыбысына қарай. Ал мынау дегеніміз жіктеу. Ayındayız, biz ayındayım. Eylül ayındayım. Sen Eylül ayındasın. Biz ayındayız. Ben, sen, o деген жіктеу. Bir yılda kaç ay vardır? Қайтадан сұрап тұр, нақты. Қанша ай бар? Расында, шынымен де. 12 ay vardır. 12 ay бар. Шынымен де 12 ay бар. Яғни нақты ол, точка ол, өзгермейді деген сияқты ғой. Енді мына шутка дейді, оқып көрейік. Mevsimler, mezgildir. Öğretmen bir öğrencisini kaldırarak sordu. Мұғалім бір оқушысını тұрғызып, kalkmak, kaldırmak sordu, сұрапты. Söyle bakalım yavrum, kaç mevsim vardır? Söyle bakalım degenimiz бұл жерде. Söyle bakalım, anlat bakalım деген сөздерді естисіз. Яғни, давай дегенге келеді. Қарайық кәдімгі, тыңдайық, ал құлағым сенде деген сияқты. Сондай кезде bakalım сондай сөздерді қолданылады. Söyle bakalım, göster bakalım. Yani көрсет, қанекей. Қанекей деген сияқты. Söyle bakalım yavrum, balam деген сөзде, yavrum. Kaç mevsim vardır? Қанша mezgil var? 2 mevsim vardır öğretmenim. Мұғалімім, 2 mezgil var дейді.
Demek ki ha, demek iyi ki ha. Demek ki ha. Solay de deydi. Demek ki ha. Bir de adlarını söyler misin? Atlarını ayt bir şıganeki deydi. Deniz mevsimi, kayak mevsimi efendim. Мына жерде бізде шуткалар қызық болмады. Яғни түсіндік, иә, біз бәрін аудара аламыз. Түсіндік. Бұл жерде проблема жоқ деп ойлаймын. Biz şimdi hangi aydayız? Қандай айындayız? Eylül ayındayız. Қыркүйек. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 3'ü. Yani мынаған қатысы жоқ ау деймін. Бұл жай сұрақтың жасалуын және аударуын беріпті. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.